инновация не должен заниматься торговлей. Келісесіздер ғой, иә? Өйткені сатушы ең бірінші мәнінде адамдар өзінің түрін сату керек бірінші. Салондаудың ең басты құпиясы басқа адамға, яғни клиентке не керек екенін біліп алып, соны сол адамға сатып алуға көмектесу. Ең айтқанда сауда айтсақ болады, потребность, да. Потребность енді жалпы айтқан кезде сауданың ең басты құпиясы сол. Енді сату дегеніміз не? Осыған дейін айтып жатырсыз, бірақ адам дана ғана бұл жерде саудамен айналыспаған, барлықтарың саудамен жүр екенсіздер, иә? Кім қалай түсінеді? Сату дегеніміз не? Осыған дейін сіздерде тәжірибе болды, иә? Сізде болды, сізде де болды, киім сатып жатсыздар, иә? Сіздерде бар ма? Товар ниші? Қандай? Ет. Енді ол өте оңай нәрсе, иә? Ал тағы кім қалай түсінеді? Сату дегеніміз не жалпы? Керек адамға керек нәрсені тауып беру. Тауып беру. Иә, беру, сату деген сол. Тауып беру. Мұқтаж, мысалы біреуге мұқтаж ғой, соған бар нәрсені берсе, иә, сөйтіп ойлаймын. Тағы кім айтады? Кім бөліседі? Айтыңыз. Есімім Рауан. Сату дегенде енді мен ойлаймын, дұрыс сату деген ол адам сізден өзіне қажетті нәрсесін сатып алады, біз оған көмектесеміз, және ол адам қайтып келеді сіздерге. Келесі қажеттілік болған кезде қажеттілігін тауып алып, оған көмектесіп сатып алу, иә, бағанағыдай. Енді қарап отырсаңыздар, рахмет Рауан, иә. Барлықтарыңызда примерно ұқсап тұр жауаптарыңыз, иә. Жалпы саудаға айналыс товарды ақшаға айналдыру немесе бір мұқтаж нәрсені біреуге беру деген сияқты, иә. Ал мен сіздерге былай айтқанда қазір түсіндіретінім, бұл сату дегеніміз қазір мынау басылсын. Сату дегеніміз жалпы тәтті сөзбен, мен терминін түсіндірейін, де, тәтті сөзбен жақсы эмоция арқылы адамдарға бір жаңа идея беру. Жаңа идея беру. Неге дегеніміз, кез келген товар немесе услуга сіздің етіңіз болсын, енді ет ол ноу-хау ештеңе емес, айтқанда аяқ киім болсын, сіздің услугаңыз болсын да, сіздің туризміңіз болсын, ол идея. Өзімнің жауабымды айтып жатырмын сіздерге бұл жерде. Жақсы тәтті сөз өте маңызды. Адамдар айтқанда сенімсіз дауыстарды, айтқанда жаман сөздерді естігісі келмейді сатушыдан, иә? Өте жақсы сөз, тәтті сөз маңызды және жақсы эмоция. Сатушы әрдайым жақсы эмоцияда болу керек. Өзінің көңіл-күйін асыруда сақтау керек, иә? Сол кезде ғана сенде тауар жүретін болады. Ал идея десек, кез келген нәрсе идея. Мынау мышка болсын да, барлықтарымызда біреу ойлап тапты ғой бұны бір уақытта, иә? Бір адамның ойына келді. Басында барлығымыз ноутбукты отырып, иә, басып, ыңғайсыз болатын. Бұдан да ыңғайлы нәрсе слайдер деген. Мен обычно слайдерді түсіндіремін. Өте жіңішке, кішкентай сайт та, ол идея, бір адам есіне келді. Асхат болсын, басқа да біреу болсын, сіз мұғалім болсаңыз, немесе осында бір презентация жасайтын болсаңыз, сізге удобно Асхат. Ойлап көрші, сен осында тұрып, ана жаққа барып, ноутбук басқан ыңғайлы ма, әлде просто мында ұстап тұрасың қолыңға, незаметно баса бересің. Екіншіден сен мысалы оның ішінде указка болуы мүмкін. Басқа да слайдтың нелері мүмкіншіліктерін көрсете алуың керексің. Енді кішкентай ғана бір слайдерден сен өзіңнің бүкіл кәсібіңді ары дамытуына, сабағыңды жақсы өтуіне мықты условия. Ыңғайлы. Қалар ма едің осы товарды сатып алуға? Ары қарап уже условиясына келесің. Ол маған өзінің идеясын беріп тұр. Ол идеясын сатып алдым мен. Сондықтан барлығымыз бұл жерде бірден кейін сатып аламыз, күнделікті идеяны сатып аламыз. Майра келеді да таңертең осы сабаққа. Иә, мысалы, бастап жатсыздар, бәне өздеріңіз әңгіме дүкен құрып жатсыздар да, там сабақ қалай болды, не болды. Майра алдында бір керемет киноға барды. Позитивный кино, қандай соңғы кино бардыңыз? Позитивный. Яжинек, да? Керемет кино, иә? Қазақстандық туынды, Нұрлан Қоянбаев, да? Бар кім? Адамбаев, Нұртас Адамбаев. Сол кісі деп менің өзінің эмоциясымен арқылы, мен керемет киноға бардым, ана жерінде мынандай эпизод, ана жігіт пен қыздың несі, одан кейінгі бір-бір жақсы көріп қалатын, иә, случайно. Соның барлығын өзінің керемет эмоциясымен жеткізе алса, ана киноға сіздер барғыларыңыз келіп кетеді, солай ғой? Иә? Сіздерге ол идеяны сатып жатыр. Бірақ Майраға Адамбаев ештеңе төлемейді. Енді сіздер өздеріңіз кәсіп бар, өздеріңізде товар, услуга бар, енді сіздер уже ақша табуға идея сату керексіздер, адамдарға жаңа идея. Идея жақсы сөзбен, тәтті сөзбен жаңа эмоциялар арқылы беріледі. Мына жерде мен бір орысша, бұл жерде суть маңызды да. Продажа – искусство задавать правильные вопросы, да, получение мелких да. Сіздер сауданы жүрген кезде, адамдармен, клиентпен сөйлесіп жатқан кезде, тәжірибесі сатушы, жаңадан бастап жатқан сатушы бірден алады да презентация көшіп кетеді. Ұсынуға көшіп кетеді, асығып тұрады. Енді эмоция деп айтамыз ғой, идея деп тұрамыз, ана идеясының эмоциясына беріліп алады да айтады. Вау, менде күшті бар. Қандай сізде туризм бар? Қай жерлерге шығасыз, қандай условия? Дубай, да? Вот мен звондаймын да, вот мен ертең көктемге керемет бар поездка ұйымдастырып жатырмын, отбасыммен немесе өзім. Майраға звондаймын, Майра айтады да, вау, бізде керемет скидка, қазіргі таңда жазға дейін сіз қазір үлгеретін болсаңыз керемет скидкалар. Өстіп бірден кірісіп кетеді. Өйткені өз эмоциясынан өткенде товарына сеніп тұр, тезірек сатқысы келіп тұр да.
Иә, яғни бұл жерде көбіне ақша. Сізде де болмасын де случай, Майра? Себебі сұрақ қою арқылы клиентке не қажет екенін біліп аламын. Біліп аласыз. Иә, қазір мен техникам осы сіз айтайын деп отқан да деген техника. Даны Сіз соны қалайсыз ба? Сізге осыған барасыз ба? Сіз сол арқылы өзімнің идеямды, оның несін білу арқылы өзімнің туризмдегі немді сатам. Сатасыз, иә. Яғни ол сізбен келісу керек. Келісу керек. Келісу керек, иә. Және сатушы мен клиенттің арасында диалог жүру керек та. Ол айтқанда қарама-қарсы байланыс болу керек те бір-бірімен. Майра мен екеуі бір-біріне ұнау керек, одан кейін ол процесс жүріп жатыр. Сол кезде сатып алушы екі ғана позицияда болады. Ол бір жабысып қойшы, там Майра тез бітірші деген емес болу керек. Екіншіден, керемет Майра, мен сені тыңдауға дайын тұрмын деп екі-ақ бір позицияда болады. Сонда сіздер ол клиентті былай ашу үшін айтқанда, иә, сіздер осындай сұрақтар қоюыңыз керек. Оған пайдалы болатындай, сізге де тиімді болатындай. Процесс кезінде, диалог кезінде өзіңіздің нишаңызға байланысты. Қалайсыз ба, иә? Сізге қаншалықты тиімді болған ұнайды, ыңғайлы, иә? Осындай сұрақтар керемет көп. Егер сіздер әр іске тауарларыңызды былай разбор жасайтын болсаңыздар, утверждениені сұрақтарға айналдырсаңыздар, өте керемет көмектеседі. Диалог барысында бірінші рет, иә, Майра мен сізбен келісем, иә, Асхат мен сізбен келісем деп ол айтқаннан кейін, уже ең соңында ол вероятность больше, ол үлкен, иә, мен сатып аламын. Ең бірінші сауатты сатушы ашық сұрақ қою керек. Не үшін сен маған қоңырау шалдың? Не үшін сен маған заявка қалдырдың? Не үшін сен мына бутикке кірдің? Ана бутикте тұр ғой деген сияқты, иә, сұрақ қою арқылы. Ол сіздердің ең басты құралдарыңыз, сатушының ең басты құралы. Егер сіздер ашық сұрақтар, екі сұрақ болады, ашық жабық сұрақ болады. Жабық сұрақ ол иә жоқ деп жауап берді. Болды, сен ары қарай диалог болмайды. Сен уже навязывать еткен боласың. Ал ашық сұрақ ол саған уже ашылып жауап беру керек. Сіз қай уақыттан бастап бізбен жұмыс істегенге дайынсыз осы уақыттан бастап, да? Сіз ол товардың жалпы қандай критерийіне қарайсыз таңдаған кезде? Ол ашылып сұрақ қойылады. Ол ұнайды ма? Иә. Бағасы қымбат па? Сөйтіп айтып тұрсыз, иә жоқ, иә жоқ, иә деп. Ол диалогқа кірмейді. Сол кезде сіздер ары қарап сатып былай айтқанда клиентпен қарым-қатынасын жасай алмайсыздар да, келесі қадамдар сіздерге өте қиын болады. Түсініктіңіздер ғой? Ең бірінші құпиясы ол ашық сұрақтар қою арқылы. Екінші мұқият тыңдай білу. Екінші ең үлкен құралы ол мұқият тыңдай білу. Ең басында өзім айтқан сатуды бастаған кезде мен өзім былай ойлайтынмын. Бағана Шымкент туралы әңгіме кетті мұнда. Шымкенттерге бизнес үйретудің қажеті жоқ, олар тілге жатып алған, олар керемет сөйлейді, былай деген сияқты. Мен утрировать етіп жатырмын әрине. Просто былай айтқанда көп сөйлесең, көп сатасың деген сияқты түсінік қалыптасқан мен өзімде. Кімде сондай түсінік болды? Денге сатқан кезде әртүрлі адамдар болады да, яғни мысалға мен әртүрлі адамдармен сатуда жұмыс жасағам. Иә, мысалға контент, люкс класс деген сияқты. Мысалы базарда жұмыс жасаған кезде біз Астанада осыдан 3-4 жыл бұрын, яғни өзімнің бірінші бизнесімді жаңа ашпастан бұрын мен базарға өзім сатушы ретінде кіріп, сол жерде 3 ай жұмыс жасағам. Не саттыңыз ол жерде? Аяқ киім. Сол базарда мысалы аяқ киім сататын кезімізде ол жерге адамдар келеді да, ол жерге келген адамдардың көбісінің өзі не аларын, жалпы ол не жақсы көреді, оған не керек білмейді. Мынандай керемет смайлик, яғни клиент кірді бутикқа немесе звондады, ашық сұрақ қойғаннан кейін оны мұқият тыңдау керексіз. Өйткені мына жерде қаншама адам отыр, 10-20 адам отыр да, мысалы бір айфонды сатып алатын кезде әртүрлі критерийіне ол қарайды. Бір киім сатып алатын болсақ та, ол әртүрлі өзінің дене пішіміне қарау мүмкін, біреу стиліне қарау мүмкін, біреу мүмкін дизайны, біреу мүмкін матасына да. Яғни сіздер сұрақ қойғаннан кейін именно сол клиентке не керек екен мұқият тыңдай білуіңіз керек. Яғни анализ. Сіз оны тыңдап дайын болуыңыз керек. Сол кезде сіз оның ашық сұрақ қойғаннан кейін уже қажеттілігін анықтап жатырсыз ақырындап. Кейбір сатушылар бар, дұрыс айтып отырсыз, әртүрлі сатушылар бар. Көп сөйлейтіндер бар, аз сөйлейтіндер бар, иә. Аз сөйлеп те көп сататындар бар, бірақ оның айтқанда ол тәжірибемен келетін нәрсе да. Ал сіздер қазір бастап жатқаннан кейін ары қарап мен өзім тәжірибем бөлісіп жатырмын, негізі золотая середина деген болады. Орта, соны ұстану керек негізі. Өйткені адамдар, кейбір адамдар болады, бір білмей тұрса да товарын ол көп айтқанды қаламайды оған, көп бірдеңе айтып жатқан. Тұра тұршы, өзім таңдап алайыншы қазір. А сіз оған ақырындап наводящий сұрақтармен, яғни керемет клиентті қашырмайтындай, клиент деп айтқанда раздражать етпейтіндей сұрақтар қойып, тықпалап жатқан жоқсыз. Просто сұрақ қойып жатсыз, сұрақ. Одан кейін ол уже ашылып жатыр. Ашқан кезде сіз одан кейін мұқият тыңдағаннан кейін ғана барып, ары қарап сіз оған сатуға мүмкіншілігіңіз болады.
клиентке жай ғана сатпай, тауардың бар мүмкіншілігі оған керемет айтып беріп, және оны сатып алуға көмектесу. Шынымен, сауданы былай технологиясын айтамыз, былай айтамыз да, ең мықты құралдарының бірі, ең байтқан жүзетін нәрсе ол честный нәрсе. Честный сату. Честный, барлық жерде. Өйткені сіздің товарыңыз, сіздер әрқайсыларыңыз сенімдісіздер ғой, сіздің товарыңыз бір клиенттің бір проблемасын шешеді, немесе бір қажеттілігін байтқан өтейді. Солай ғой. Если онда ол жақсы товар болса, оны сатуға оңай. Кейбір адамдар бар, керек емес нәрсені тауына алады да, оны сата алмай жүреді. Қалай істесем болады, продажа тренингке барады, не барады, бірақ ол өкінішке орай адамдарға ешқандай құндылық бермейді. Одан кейін соның барлығын сіздер түсінгеннен кейін сіздің товарыңыз 100% адамдарға бір пайдасын тигізетін білгеннен кейін. Және ол бір сіздің товарыңыз арқылы, услуғаңыз арқылы бір рахат, бір керемет Дубайға барып демалып келді отбасымен. Оның бәрін түсінгеннен кейін сіздер оны максимально көмектесуге тырысуларыңыз керек. Сатпауға, ал көмектесуге. Клиенттер оның бәрін сезеді. Когда сіз просто сатып жатсыз, мен бүгін осындай план орындауым керек, мен барып сата салайыншы осынша адамға, либо сіз қандай көмектесіп жатсыз. Оның барлығын клиенттер сезеді. Адамдар бейсана түрде қабылдайды. Барлық нәрсені товардың негізі, продажаның 90% негізі подсознательный уровне жүреді, бейсана түрде. Сыйлап, келдің, сен уже бүкіл денеңмен, бүкіл сөзіңмен, эмоциямен, көңіл күймен сен оған көмектесуге дайын болып тұрсаңыздар, сіздер сатасыздар. Бутикке барамыз, барахолкаде барамыз, кейбір сатушылар бар. Кіресің, үй отырып алады олар, немесе жүреді ар жақта. Қолларын бүйтіп алады, немесе телефонмен сөйлеп жатады. Сен кіресің, аралайсың. Қасына келіп алып, прям жаныңда тұрады, ұнамайды сондай. Бана кім айтты ғой, реально қажет кезінде ұстап алам деп ше. Вот сондай кезде таппай қаласың оларды. Бір размерін сұрайын десең, соң басқа түрі бар екенін сұрайын десең, таппай қаласың. А керек емес кезде қасыңнан шықпай бір. Әр адамның психологиясы әртүрлі болады ғой. Кірген кезде бірінші жаңағы айтқан сияқты көздерден сатушылардың доллар жанса, сразу клиент ол қашып кетеді. Лежбі сату керек деген сияқты оларда түсінік қалыптасады. Сол себепті бірінші кірген кезде міндетті түрде амандасып, күліп, жылы жүзбен қарсы алу керек. Өзінің процентін толтыру болып тұрады. И өтірік күліп, өтірік енді андай саған қажет емес нәрсені жасанды жасайды. Вот ең жек көретін ол адамды алдай алмайсың. Мысалы, сіздер барлықтарыңыз кәсіпкерсіздер да, сіздер мысалы күніне бір путевка сатсаңыз, бір сатсаңыз қанша пайыз түсетінін оның барлығын білесіз да, Майра. Мысалы да, ол сатушыға мүмкін ешкім айтпаған шығар, там арман болсын аты да, сен мысалы киім сатып жатсың, бір киімнен қалады 10% мысалы да, пайда сенен 5000 теңге дейік та, пайдасы бір товардан. Сен күнделікті қанша ақша тапқың келеді? Хотя бы күнде. Сонда цель бар ма сенде? Мотивация. Сатушымен сөйлесу керек, отырып алып сөйлесу керек. Сен мысалы күнделікті қанша тапқың келеді? Ол айту мүмкін 20 мың, 30 мың деймін мүмкін. Мысалы, примерно средний чек 5000 теңге дейік та, бір саттан қалатын. Егер сен 30 мың теңге тапқың келсе, сен қанша сатылым жасауың керексің? 6 сатылым, иә? Енді сен настройся бүгін 6 сатылым жасауға. Одан кейін бар, ол четко ясно біледі, күнделікті өзінің целін біледі. Ары қарап өзінің нақты айтқанда ол не алады, өтірік күлмейді да ана жерде. Яғни бұл жерде өзінің бар ынта-жігермен кірісу. Дұрыс айтып отырсыздар. Жасанды актер болуға болмайды, сіздер актер емессіздер, оны оқыған жоқсыздар. Ең маңызды нәрсенің бірі, товарыңызды жақсы біліңіз, товарыңызды эксперті болыңыз, керемет тәтті сөздерді білесіз, бірақ бір күндер болады, бір диванда жата тұрайыншы дейтін күндер болады да. Сол кезде максимально өзіңізді бір видеоролик көріп алыңыз, бір керемет воодушевлен адамдармен сөйлесіп, өзіңізді настроить етіп алыңыз жұмысқа. Бізде отдел продажа жалпы басқа адам бухгалтер болсын, басқаларды білмеймін, келеттен ол мұна келіп отыра салатын шығар. Бізде каждый таңертең отыра, сол кезде біздің сатушылар, сатылымдар өсетін болады. Егер келе салып, отыра салып, маған Майра сондай салады, иә, Майра мен түсіндіре салсам, кеше неде қыдырдым, ұйқым қанған жоқ, сондай болатын болса, мен хоть товарды жақсы білем. Шын қанша дегенсіз шынайы жүрегіңізбен, ниетіңізбен көмектескеніңізді көріп тұрсаңыз, ол көрініп тұрады көзіңізден. Ол айтқанда бір көрінбейтін байланысты сіздердің арқаңызда. Кіресіздер де, ассалаумағалейкум, қалайсыз? Не сездіңіз, жалпы қандай көмегім тиеді? Осындай керемет настроенмен қарсаңыз, сіз сразу өзіңіз ашылып айтасыз. Мен тұрып алсам, былай айтатын болсам, сізге ыңғайсыз раздражение болады, иә? Менде мысалы мынандай болады, бір кездер болады, бір жерден ыңғайлы киім киіп жатыр, жай күнделікті киіммен
асығып келем да бір магазинге бір затты алуға бара салам мысалға. Иә. Сол кезде ол сатушылардың маған андай несі ынтасы аз болады, себебі мен жай киініп алғанмын. Аяқ киім деген лай үсті басы кішкене сасыған иісі бар, өзіне енді қарау уақыты жоқ, өйткені ауылда кәдімгі мал мен мал болып кеткен дейді ғой қазақта. Мал бағу үшін өзіңде мал болу керексің деп жатады ғой, мысалы ас түсіне түсіп оның жағдайын жасау. Ол кісінің былайынан келгенде қарапайымдылық қой, бізде көршім де осындай телевизор алыпты, мен де сондай телевизор алуға келдім. Кіресің бұл бутикқа и сатып ала саласың. Бағасын сұры болсын, не болсын, білмейсің ол жағын. И қазір таңда өзім осы кәсіпте жүргеннен кейін, не қылғаннан кейін бір сауда бірдеңе сатып алайын деген кезде ана енді қинаймын, енді араларыңызға түсқазам болады. Былай да сұраймын, ол қаншалықты өзінің кәсібін жетік меңгергені, ол қандай технологиялар білетін, меңгеретін, дато бағасын кәдімгідей түсіріп деген сияқты. Бұрын кіресің ба, қанша тұрады, оның бағасы алды, 20 мың бағасы алды. Ал қазір ондай емес, өйткені технологияның бәрін білесің, көресің, қандай ол инструменттерді қолданғаннан кейін тексеріп көргің келеді. Өзіңе тәжірибе, екіншіде, и оны кімде айтқанда сатушыға да ол айтқан тәжірибе. Мысалы, айтайық, кішкентай бала болады, ол енді жүріп келе жатыр да, сол мысалы баспалдақтан шығару үшін өзіңіз қолында жүріп, тәй басып, аяғын көрсетіп деген сияқты үйретесіздер. Бұл жерде де сатушының, мысалы, бәріміз білеміз, в принципе, жақсы көңілмен амандасу керек, қажеттігін сұрау керек, бірақ поэтапно болады нәрсе. Барлығының өзінің этаптары бар. Ең бірінші, маған айтып отырсыз, мысалы, сіз айтып отырсыз, кіреді да маған қасымда жүріп алады, раздражать етеді деп. Мысалы, мықты сатушы болса, керемет сізге бір эмоция қалдырады, ол самасы бар, тонко айтады. Егер сізге көмегім тисе, мен осындамын. Давайте. А так сұрай беріңіз, мен дайынмын сізге көмектесуге. Сөйтіп айтса, сізге приятно. Алдымен таныстырып, және де салыстырмалы түрде айтты ғой, менші количество, қайсымен салыстырғанда 3 есе аз деген сияқты. Ол яғни нақты ақпарат беру керек та. Анау сенімсіз болып тұр да сатушы өзіне. Ең бірінші анау өзін настроить етті, көтерді, қойды ағылшынша болсын, сен испанша болсын, арабша болсын, сен өзінің товарыңды ұсынуға максимум айтқанда предлагать етуге сен қорықпа. И айтқан эксперт бол, одан кейін ғана бар, басталатын нәрсе, яғни максимально настрой бұл жерде. Сіздер максимально өздеріңізді настроить етулеріңіз керек. Яғни бірінші сіз онымен қарым-қатынасқа кіріп алу керексіз. Үйдің сыртында табалдырықтың арғы бетінде тұрып товарды ұсынуға болмайды. Бірінші кіріп алу керек та атмосфераға. Ол ойлап тұрған жоқ, ол дайын емес. Мысалы, бір жерге шығып бара жатқан шығар. Сол кезде өте маңызды, сіз оны тыңдап алуыңызға бағанағыдай. Ең бірінші ол өзіңіздің настроеңізден болады. Мысалы, түсміректер салмас па, үйге кірсем бола ма десеңіз, немесе бұл барлығы включен ішінде. Енді келесі талқылайтынымыз біз сатушы не маңызды. Ең бірінші ниет, өзіңіздің бәсекелестеріңізді өте жақсы білулеріңіз керек. Сіздер мысалы киіммен айналысып жатырсыз, сіз мысалы ет болсын, сіз мысалы туризм, да, Майра? Сіз өзіңіздің бәсекелестеріңізді жақсы білуіңіз керек. Зерттейсіз ғой, зерттеп жатырсыз, оның барлығын. Бір күні жай киініп бардым, бір күні жақсы киініп бардым. Одан кейін мынандай болды. Жай киініп барған күнде де басында обслуживать еткісі келмей солай тұрды. Бірақ мен нақты, мен Дубайға барғам, мен отельдерге барғам, қымбат отельдерді айтамын, мысалы мен уже оның ойы өзгереді да, и қайтадан сені жақсылап обслуживать етуге тырысады, мысалы. Вот сондай шеттерді ұнамайды. Сонда сіздер клиент айтқан кезде, мен анаған барып келіп едім, сіз айттыңыз ғой, мен анаған бардым деген кезде, возражение болған кезде, сіз оны өте грамотно шеше алатындай, аргументтер айта алатындай. Жабысып алмау өте маңызды, бағанағыдай да. Мысалы, кейбір кісілер қатты сатқысы келеді, оған ақша табу керек, ол түсінікті, бірақ ол келеді да сразу предлагать ете береді товарды. Ол жақсы, ол предлагать ету керек, бірақ оған дейінгі жасалатын этаптар бар да. Ол кісі оны жасаған жоқ. Товарын керемет болса да, сен бірінші сразу предлагать етсең, ол адамға сен ештеңе сатпайсың. Егер сен оның қажеттілігін ашық сұрақтар қойып бірінші сұраған жоқсың, екіншіден оны тыңдай білген жоқсың. Сондықтан жабысып алу өте жаман нәрсе. Нақты мақсат. Сіздер сатып жатқан кезде нақты мақсат болуларыңыз керек, әрқайсыларыңызда. Не үшін сіздер осы товармен, осы нишамен айналысып жатсыздар? Бірінші айтады, дұрыс айтасыз да, сіз ең бірінші адам өзін сатады, одан кейін ең бірінші товарды сіздер өздеріңізге сатып алу керексіздер. Ең біріншіден. Ұнау керек. Сіз айналысып жатқан нишаны немесе бір услуганы қолданатын бедіңіз. Мысалы, сіз киім сатып жатсаңыз, сол киімді өзіңіз киетін едіңіз. Өзінің сұрақтарымен сені мазалап, бірақ алмайды да, ол бірақ сондай нелермен не отыр, сол кезде ашуға беріліп, оны ғайбаттап, алмасаң кетар демеймін, мысалы. Сол кезде де жылы эмоцияға берілмеу керек та, себебі оның басқа да ағайындары бар, нелері солар алуы мүмкін да.
сіздің саудада жүрген продажаңыз екенін мынауықтар көріп тұрмын да. Мен айтайын дегенім амандаса білу, көңіл күйіңіз қалай? Керемет болса жақсы, менікі де керемет, ал жаман болып тұрса, біздің әңгімеден кейін сіз одан да жақсы болатын мен сенемін. Мен сізге көмектесіп келіп тұр. Түсінем, банальный нәрсе да. Түсінем, рекламадан көріп алмадыңыз. Менің жаман болып тұрса, онша емес болып тұрса, біздің әңгімеден кейін сіздер жақсы болатынына сенемін. Мен сізге көмектесіп келіп тұр. Эксперттің сату дұрыс сұрақ қою арқылы. Бұл жерден кішігірім тәсілдер, шабыс болма. Қазір біз максимально біз неге өтейік, көшейік баспалдақтарына. Кейбіреулер айтады тренерлер, 12 баспалдақ бар дейді, біреу 3 баспалдақ бар дейді, этап продажы ғой, жалпы айтқанда. 6 шагов деп айтады, 12 деп айтады. Мен сіздерге бүгін енді ерекшеліп кішкене 5-еуін ғана айтам. Бұл классикада бұл осы самый главный ең суть, ең маңыздылардың бірі. Ең біріншісі адам, сіз саудада ең бірінші қадам ол қарым-қатынас орнату. Сіз өзіңізді сату деген осы жерден басталады. Қарым-қатынас қалай орнатасыздар? Сіздерде бірінші әсер қалдыратындай екінші мүмкіндік болмайды. Сонда максимально әр клиенттерге көңіл бөліңіздер. Клиентті сөйлету, өзіне сендіру, жылы қарым-қатынас орнату. Мысалы айталық, мен мысалы звондаймысын болсын, бүкін басқа жақтан болсын, основном звондаған кезде әр регионнан звондау мүмкін. Батыстықтар бар, орталық бар, шығыс бар, шымкент бар деген сияқты, шымкенттер бар деген сияқты. Әр қайсымен өзіңіз байқасаңыз, әртүрлі сөйлесу, диалекттер бар. Звондаған кезде, қалай, ол кезде мен Ақтөбеде жүрмін. Сіз қай жақтасыз келе аласыз Алматы? Мен айтам жоқ, мен қазір Ақтөбедемін. Ақтөбе? Мен болғанмын. Но мен білем да, адам психологиясы жақсы түсінем да, ол шаблонмен сөйлеп тұрғанын да білем да. Мүлдем жауап берген жоқ. Себебі, Ақтөбе ма, қалай, не болып жатыр, ояқта қар жауып жатыр дейді ғой, деген сияқты ше, осындай да. Өзіне айтады, компанияны таныстырады, одан кейін сізге сөйлесу ыңғайлы ма? Сол кезде жоқ, ыңғайсыз десеңіз, сізге қашан ыңғайлы болады? Привязывать етіп қойды, уже сіз оған байланып қаласыз. Сіз қашан ыңғайлы екенін айту керексіз уже ол сұрақта. Мен ыңғайсыз деп, либо көбісі енді қоятындар да бар шығар арасында, бірақ 70-80% адамдар қашан ыңғайлы болатынын айтады. Яғни мен айтам, кешке жұмыстан кейін, сағат 6-дан кейін звондасаңыз ыңғайлы болады. Звондайсыңдар, звондаған кезде сөйлесіп жатсаң бірше, вы за рулем? Машинада емес па? Көп отмазкалардың бір, я за рулем, давай кейіннен хабарлас деген адамдар бар ғой. Сразу оның алдын алып, вы за рулем деп сұрайды. Екіншіден бір, мысалы, күнделікті өзіме айтайын болсын, біз заявка қалдырамыз басқа болсын, бір 3-4 жерден звондайды бізге күнделікті. Мен осы жерден звондап тұрмын деген сияқты. Енді ауыл жақтан шет жағайда жүрмесең, заявка қалдырмасаң, тып-тыныш өзің өмір сүре бересің да. Ал қалада жүрсең, бірден кейін көріп қалдың, мүмкін ресторан болып, мүмкін бір машина, мүмкін страховка ма, бірден көріп қалдың да, заявка қалдыра салып, и оны ұмытып кеттің. И звондаған кезде бағанада банально естісе, ол сен ұмытып кетесің. И өзім саудада көп жүріп жаңағыдай көргеннен кейін мынау нәрсе мен неғылмайды, тыңдағым да келмейді уже шынымен де. Уақытым жоқ дей салам, қашан звондасы десе, енді грубылыққа жататын шығар, мені қызықтырмайды деген сияқты сразу отказ берем. Или болмаса жаңағыдай прямой продажа дейді ғой, келіп прямой түсіндіріп бастап сәлемдесіп жатқан уже эмоциядан білем да мен. Еш нәрсе қажет емес, рахмет деймін, болды. Барлығы негізі телефонға байланысты болып кетті да. Ал бұлай прямой продажаға да қатысы бар адамдар бар ғой, просто бәрін интерес болса деймін да. Бәрі телефон арқылы ғана сөйлеп кетті. Көбісі бар, мен мысалға мен өзімде телефонмен көп сөйлеспеймін. Мен телефонға, WhatsAppқа қарамаймын, шыны керек. Мен чисто бит сөйлесем, адаммен танысып. Ең байтқанда, тиімді байтқанда сіздерге сатылым әкелетін ең бүкілі құрал ол қажеттігін анықтау. Оны анықтамасаңыздар, қой, сен дос бол, эксперт болып ал, сен сата алмайсың. Қажеттілігін осыған дейін уже біраз саудада жүр екенбіз. Кім қажеттігін қалай анықтайды? Әйел кісі кірген болса, бірінші мен жаңағыдай бас салып жүгірмеймін ол кісіге. Қажеттілігін қалай анықтайсыз? Отырамын орында, міндетті түрде сәлемдесемін күліп. Сосын кісі өзіне керек затты бірінші барып ұстайды өзі, қарайды. Классикалық киімді ұстаса, значит мен түсінемін, ол кісіге классикалық деген сияқты. Содан ары қарай уже сұрақтар туындайды. Сізге қандай көмегім қажет деген сияқты. Одан кейін көмек қажет емес деуде мүмкін, көмек қажет. Қандай стильде, сізге жұмысқа ма, әлде қыдыруға ма, тойға ма деген сияқты. Қай жаққа киюге деген сияқты. Егер тойға десе, айтады,
Мен айтам, қазіргі уақытта тойға көбісі нарядный көйлектер кимейді. Себебі сіз оны бір киесіз да, кейін қалып қалады. Сол себепті мен сізге мынандай варианттарды ұсынамын. Бұл варианттарды кейін тойға да киесіз, әрі қарай жұмысқа да киюге болады деген сияқты көрсетемін. Қазір аманда екі сұрақ қойды, сразу ұсынып кетті. Да. Сосын тыңдап отырайық, қазір бір-біріміздің айтқанда әңгімелерімізді кім қалай ажетін анықтайды, разбор жасаймыз. Иә, сосын өзімнің варианттарымды көрсетемін. Если ол кісі определенный, мысалы тойға болса, определенный ол кісі көбісінде тойға киетін ғана образ болады, бірақ именно не нәрсе екенін білмейді. Сол себептен бір-екі ұсынамын. Сіз сол тойға, именно сол тойға, без разницы қандай тойға, не киіп баратынын, жалпы қажеттілігін қалай анықтайсыз, қандай сұрақтар қоясыз, қалай процесс болады? Жаңағы айтып отырмын ғой, қай жаққа екенін сұраймын, содан кейін барып плюсын айта кетемін. Мысалға сіз нарядный көйлекті күнделікті кие алмайсыз, бірге сіз тастайсыз, келіседі оған. Сол себепті мен сізге мынандай варианттар ұсынамын. Баратын жеріңізді анықтап алдыңыз ба деп сұраймын. Одан кейін сіздер қанша адам болып барасыздар? Сосын сіздер қай күні, қай айға барасыздар? Сосын сіздердің қандай авиабортын таңдайтын жөнінде сұраймын. Және сіздер қандай қаражат көлемінде сізге қанша звездалы отельді мен таңдап берейін деп сұрақтардың бәрін сұрап алғаннан кейін барып, ол уже өзіне қажеттілігін айта бастайды. Сол сұрақтардың бәрін тізіп, өзіне қажеттілігін айтады, содан кейін барып ұсынуды бастаймын. Сосын сұрайсың, жаңа сізге алкоголь бола ма, болмай ма, қанша адам болады, сол несін білгенге қарай, оның қажеттілігін білесің да, соған қарай, соған байланысты оны грустедесің ба, или мысалы бізде базарда болғаннан кейін нүктелеріміз адамдар өтіп баратады, біз сол базарға кірген адамдармен жұмыс істейміз да, оны бутикқа шақыру немесе алып баратқан қолындағы затына назар аударамыз да. Мысалы ол негізгі жұмысы керек нәрсесі, оған фар керек болды да машинаға. Біз фар сатпаймыз да, бірақ та ол фокусы фарда болғаннан кейін оған қазір провод керек, лампочкасы керек, фишкасы керек, сол нәрсе ұмытып кетеді да. Сол нәрсені біз сізге мүмкін шам керек болып қалу керек, лампочка қажет болуы мүмкін деген кезде ол кісі ох дейді, ұмытып барады екен, жақсы болды ғой еске салған дейді, келеді. Оған қонақ келеді, оған ет асу керек, оның ойында тек қана ет бар. Именно қандай ет асу керек екенін ол білмейді. Келеді, одан сұраймыз, сізге кім келейін деп жатыр, кімі келейін деп жатыр ол кісінің? Құдасы или бізде қазақта құдаға белдеме, міне жамбас осындай асылады. Или үлкен кісілер болса, үлкен кісілерге мына ет жеңіл және жұмсақ болады. Оған өзіне түсіндіріп жіберу керек, оған не керек екенін өзіне түсіндіру керек. Көп сатушылар, мысалы сіздерде мынандай товар бар, мынандай товар бар, мынандай товар түрі бар, еттің мына түрі бар деген сияқты. Сұрақ айтады көбінесе. Сіздің бар ассортиментіңізді олар ұсыну деп түсінеді көбінесе. Мысалы сіз телевизор сатсаңыз, машина сатсаңыз, немесе бір фар сатсаңыз, сізде көп түрлері бар ғой. Оны кіресіз, таңдап жатқан кезде, оны сіз осылар түрі бірі болуы мүмкін деп елестеп қаласыздар да. Ал негізі клиенттерді максимально сіздер сұрақ қойып, именно оған қандай керегін сіздер сұрап алсаңыздар, жағдайына байланысты. Қайда алып жатсың, не үшін алып жатсың, оны қандай мақсатта, қанша көлемде, өздерінің сұрақтарын бәрін қойып жатсыздар ғой, бірақ грамотно и сізге ол айтқанда пайдасын тигізетін. И сізде айтқан ол товар жоқ нәрсені ұсынбайсың ғой, бар товарын деп, бірақ оған ішінде картина салдатын. Яғни сіздің ол таңдап жатқан кезде товарды өзінің не үшін қайда алып жатқан бәрін толық түсініп, қажеттілігінде, и соны ол көре алу керек. Қажеттілігін өзі түсіне алу керек, өзін ойлау керек. И телефон арқылы да мен сізге тағы бір қосып кетейін, телефон арқылы сатасыздар өздер. Мысалы, заявкалар салдық. Әшейін бір деңгені Инстаграм көріп отырамыз, заявкалар салдық. Болады ондай жағдай. И сол кезде клиент тұрады да, ол товар жайында негізі көп біледі, негізі ол заявка қалдырған себебі оны біледі, сатып алғысы келеді деп ойлап қалады да, и сразу оны предлагать етіп ұсынып келеді. Ал ол сіздің товарыңыз, сіздің нишаңыз, оның айтқанда басының бір шетінің бір түкпірінде болуы мүмкін да, әшейін заявка қалдыра салды, ұмытып кетті. Яғни сіз оны сұрақ қажеттілігін анықтап жатқан кезде, обычно оны сатып алуға итермелеп, және оны сіз өзін жабуға итермелеп жатсыз, сұрақ қойып арқылы. Өйтіп сұрақ қойсаңыз ол дұрыс. Мысалы, ең ашық сұрақтар болады, и направляющийлер сұрақ болады, сұрақтар өте көп қой. Егер соны қолданатын болсаңыздар, жалпы бағана ол келісіп, сатылымға келеді. Сұрақтар айтайын деп тұрған себебім, сіздерге әр клиентке индивидуально қарасаңыздар, индивидуально, жеке подход. Өйткені холодильник ол көп, сатушылар, нелер сатып адамдар көп та, бірақ әр адам өзінің бір проблемасы шешкісі келеді.
ол холодильник сынып қалды, ұнап қалды, бірақ оның бөлмесінің үйінің дизайнына келмей тұрған ол холодильник мысалы. Негізі төменнен бастауымыз керек. Яғни 100 мың теңгелік, 90 мың теңгелік холодильниктен бастап. Сол кезде адамның қажеттілігін нақты табасыз. Яғни бір 90 мың теңгелік холодильникті ұсына бастаған кезде жаңа эмоция деген нәрсені жақсы пайдаланамыз. Ол кезде ол адам қызығушылық артпаса, уже түрінен көрінеді. Уже біз тез одан өтіп кетеміз. Келесісіне келеміз да. Сосын солай келе берген кезде мен ол кісінің нақты бір 150 мың теңгелік келген кезде ол кісінің жүзі жанады. Осындай суммаға мен сатып алам, одан асырмаймын. Ну, хотя ақша бар болса да. И бардым мен айттым, мен оған осындай суммада ақшам сондай, бірақ качествосы жақсысы керек дедім. Сонымен түсіндіріп келді, соңында айналып келіп, жаңағы менің сумма, пожалуйста, мен сізге көрсетемін, бірақ бір айдан кейін шашылып қалады, сіз келесіз қайттан. Лучше мынаны, мынандай, 3-4 жыл айдайсыз деген кезде, уже еріксіз ананы аласың да. Сатудың политикасына тек қана бағаны төменнен бастап қана қоймайды, оны жоғарыдан бастап та айтатын политика бар. Мысалы, қымбат бағадан айтып бастайды. Содан одан төменгі баға өте бір арзан болып көрінеді. Мысалы, бірінші қымбат заттарды көрсетеді 100 мыңдық, 200 мыңдық. Кейін 50 мыңдық зат, мысалы, 5 мың теңгемен келген адам үшін, ол әжептәуір бір төмен қомақты сумма болып қалады да, ол алады мысалы, ол бағаға. Сегментке байланысты болғанда сізде бұл жерде мынандай мәселе туады. Егер де адамдар қалтасы әртүрлі, жаңа түріне қарап біле алмаймыз ғой. Яғни сіз қымбат жағынан бастап ұсынған кезде көп клиентті жоғалтып алу вероятность болады. Неге десеңіз, қалтасында ақшасы бар адамдар ыңғайсыздыққа тез, ақшасы аз адамдар ыңғайсыздыққа тез батып, сіздің алдыңызда өзін төмен сезініп, сізден алу вероятность азаяды. Ол ыңғайсызданып, сізден қашқақтай бастайды. Жоқ, келесі жол деген сияқты қашып кетеді да. Жоғарыдан да төмендеден де жақсы сатады негізі бағанаға, эмоцияға байланысты, Яғни сіздерде бұл жерде баға сол екінші рөлде тұру керектір, сіздер максимально клиенттің именно оған не керек екен, дәл бүгін не сатып алуға дайын екен, сіз соны естіп керексіз. Ол қажеттілігін ақтағаннан кейін. Тіпті мынандай да ситуациялар болады, мысалы бір зат алам деп келіп, реванш жасап кететіндер болады, 5 затты алып кететіндер болады. Мысалы, оған сен сол затты жақсы түсіндіру арқылы жақсы сатасың. Мысалы, ойламау керек, бұл клиент біреу ғана сатып алады деп. Максимально тырысу керек, сол кезде реванш жасайсың. Галстук алам деп кіреді, башқа аласың. Қосылсақ бола ма? Кешіресіздер, бір ойым қосып жіберейін. Негізі мынау барлығымыз біз өзімізден ғана бағалап отырамыз да көбіміз. Негізі өзімізден де төмен адамдар бар. Бірақ қалай қымбат нәрсе алғысы келеді? Сапалы. Біз мысалға қымбат нәрсені оған сатып жүру емес, сапалы дүниеде сатуымыз керек қой. Сапалы дүние мысалға арзан емес, тиімді бағамен де заттар бар. Сондықтан ойластыру керек та, бізден де мысалы қалтасы көтере алмайтын адамдар бар ол. Оған қызықтырмайды ол, мысалға қымбат, анау качествосы, мынандай функциясы бар, главное мұздатса болды дегендей адамдар да бар. Сондықтан ойластыру керек та просто. Бұл жерде бұл арнамыз сондықтан айту керек қой. Мысалы, сіздер кәсіпкерсіздер, примерно технологияның бәрін қолданып, ол кісіге сатып жесеңіз болады, енді арзан товарды қымбатта. Қалтасына қарау керек дегенге мен келіспеймін негізінде. Қалтасына қарамау керек. Жаңағыдай сияқты да, сіз қалтасына қарап оған сапасыз мысалға затты ұсыну керек болады ол кезде. Мынандай жағдайда бұл адам өз өмірінде болған дүниемен айтуған дұрыс болу керек. Осыдан 3 жыл бұрын мен жаңағы Майра сияқты кіріп барған жерімде мен өзімнің қалағанымды ғана алып, қалаған дүниеме ғана көзім тігіп, жабысса жынданып, солай істейтінді. 3 жыл бұрын мен өйткені ақша бар, қалағанымды істейтін да. Ол кезде менде рух бар, сондай крутоймын да, конечно. Ал енді одан кейін жағдайлар болғаннан кейін, қазір наоборот мен базарға барсам, сол адам маған не ұсынады екен деп қарап тұрам. Не ұсынады екен мынау енді? Маған жағдайыма, енді мен жағдайым осындай демеймін ғой, бірақ ол адам маған не ұсынады екен деп қарап тұрам. Сондықтан адамдарды жаңағы түріне қарап, бір күн жақсы, бір күн жаман болады. Бірақ жаңағы әркім өз ойын айтқаны дұрыс, бірақ жаңағы бәрі айланып келгенде қалай айтуға болады енді? Жоқ, ол сауда, сату ол өз пайдасын ойлап сатады. Ол жайдан жай саған рахмет алу үшін сатпайды, ол бәрібір де сауда сату үшін сатады.
сату ғой ол, сату туралы айтып отырған. Енді сонда жаңегі біздің жаңа келіспей жатқанымыз жаңа түріне қарап, ақшасына қарап деген жағдайда оның өмірдегі болған случайда дүниелеріне мүмкіндіктер сол жағында қарастыру керек. Өйткені бір адамның басында дәуре мәңгі тұрмайды. Сондай жағдайлар болады ғой. Мұнда достар айтылайын деп отырғаны жаңағы айналып келген кезде мына келген клиенттің қажеттілігін анықтай отырып, сол клиенттің возможностьсына қарай сол өзіңнің бар ассортиментіндегі товарды сату. Жоқ, мысалға ол мысалға пихать еткен, мысалға ондай нелер бар. Адам әртүрлі болады. Эмоционалды түрде тоже оларды байлап алуға болады. Болады кейбір клиенттер, мысалға қазір кредитпен айтып отыр ғой, мына кредитпен де байлап алуға болады, бағасына қарамауға да болады деп. Но бірақ кейбір эмоционалды клиенттер бар, что өзін дәрежесін мысалға басқалардың алдында түсірмес үшін анаған айтқаннан кейін өз эмоционалды түрде өзіне қабылдап алады да, мен алым керек маған мынау, бірақ өзінің арт жағындағы қалтасына ойламайды. Ертеңгі күні сол кредитті төлей ала ма, төлей алмай ма, ондай адамдар да бар. Сондықтан мен ойлаймын, әр клиенттің өзінің қажеттілігін анықтай отырып, сол қажеттілігіне қарай товарды сату керек. Адамды қызықтырып жүреді да, мысалы, ол міне кредит бар, оңай төлей саласың дейді. Міне осындай жағдайлар болып жатыр да, машина алды, кредитке машинасын алды. Барды да соғып алды, төлей алмай қалды. Қасында бала шағасы бар, барды да жіппен асылып қалды. Кімнің кінәсі ол? Жаңағы пихать етіп жүрген адамның, кредитке тығып жүрген адамның кінәсі, ол бәрібір ана жаққа барған кредитке алдыртқан адам жауап береді оған. Сол үшін жаңағыдай кішкене жағдайына да қарасып, сол адаммен бірге сөйлесіп, түсініп, сондай сату керек. Ол миллион кредит алсаң, бар, алсаң болады. Бізде қазақтарда да сол жаңа өз-өзін түсіргісі келмейді. Мен мынау алады ғой кредит, мен неге төлей алмаймын? Осы мен де төлеймін деп алады, ертеңгі күні не болады білмейді. Мысалы, Құдай сақтасын, барын авария болып қалдың, бір-ақ күнде өліп кетесің адам деген бар ғой. Ертеңгі күн бәрін кәсекке тығып кетесің. Бір нәрсе қоса салайыншы, адам өліп кетсе де, өліп кетпесе де, бәріңіз білесіздер, Құранда сөз бар ғой, сату ол не болып келмейді, күнә болып келмейді. Ол өзінің ойын предлагать етті, қабылдаған адам ол өзі кінәлі. Мысалға былай болады, келді, апа мен ата келді да, апа мен ата келеді, апа мен ата келген кезде, мысалы, мен телевизор болсын, тағы да басқа зат болсын, мысалы, телевизорды алайық, мысалға. Телевизорды былай ұсынамын, келеміз, жаңағыдай, амандасып, оның бәрі уже ясны. Кеп қарап тұрады да, апалар қымбат затқа енді жаңағыдай ұрынып тұрады, қарап тұрады. И көп адамның негізгі ойы, көршісіне қарау, одан кейін жұрттан кем болмау деген бізде бір нәрсе бар да. Сәл қате деп ойлаймын, сол жағынан. Жұрттан кем болмау, яғни сіздердің айтып жатқандарыңызға мен қыздар жігіттер келсем, қалтасына қарап, жағдайына қарап дегенді, бірақ ол адамдар көбісі өздері ұрынады, яғни барып қымбат затты ұстап, өздері соған ұрынып тұрады. Мен ондай жағдайда қалай жасаймын? Айтам, апа, сіздің үйіңізде немерелеріңіз бар ма? Бұл телевизорды кім көреді? Сіз екеуіңіз ғана көретін телевизор ма? Бұл қандай бөлмеде орналасайын деп жатыр? Квадратурасы қандай? Одан кейін мына телевизор мен мына телевизордың айырмашылығы, мына телевизорда Smart TV, 3D, тағы да басқа сондай қосымша заттары, функциялары бар. Ол функциялар сізге қажет па? Қаншалықты қажет? Сіз ақшаны бұл жерде сол функцияларға төлейін деп тұрсыз. На самом деле, бұл да LG, мынау да LG. Екеуінің сапасы бір, тек қана енді айырмашылығы шыны керек, ашық керек. Жаңа сіз айттыңыз ғой, шындық. Осы шындықпен мен сататымын да. 8 ай достойны сатушы болғам, Құдайға шүкір. 8 ай сатушы болғам. Бір адамды алдыма салмағам, бәрін сатқам, ешкімге тықпаламағам, пихаттамағам. Сіз жаңа қателесіп атсыз. Одан кейін жаңағыдай да, ол апалар айтам, сол кезде олар айтады, мен үйімде немерем бар, оның жасы 15-те, сосын қызым бар, оның жасы 18-де. Мен сол кезде айтам, онда сізге мен Smart TV мен 3D-ні да осыны аламын. Неге десеңіз, оларға да қажеттілік дүниелер бар. Қазіргі заманына сай, олар өзінің технологияның дамуына байланысты жаңа заттармен танысу керек, көру керек, білу керек, өсу керек, даму керек деген сияқты. Соның бәрін түсіндіріп өткен кезде адамдар негізі қалтасына деп атсыз ғой,
қалтасы негізі ешкімнің қалтасында сіздің шатағыңыз болмау керек. Ешкімнің жағдайында сіздің шатағыңыз болмау керек деп ойлаймын мен. Ол уже қалтасында егерде болса да болмаса, мүмкін ол барып біреуден алып келе ма, или ол кредитке ала ма, или досынан қарызға ала ма, не болмаса ол сол жерде шешімді жоқ, қарағым, менің қалтамда тек 100 000 теңгене бар, мен осы телевизорды алам десе, мен оған давить етпеймін. Жоқ, давить етпеймін. Яғни ол кісі айтады, мен 100 000 теңгем ғана бар, қарағым, маған 150 000 теңгелік телевизорыңызды айтқаныңыз ұнады, бірақ мен бұл жол тек 100 000 теңгелікті ғана алам десе, қарсылық жоқ оған. Қалтасына қарамау керек дегенге мен қарсымын өзім. Сосын шариғат бойынша деген ислам қарамау керек дегенге. Қарау керек. Мен өз басым қарау керек. Түсіну керек. Сосын ол жерде қарамай, жаңа айтып отыр, пехотетов деген сияқты, қаншаға сатқысы келсе әркімнің өз еркі деген сияқты, иә. Біріншіден жаңа кімнің Ермұраттың айтқанына қосылғым келеді, себебі қазір адамдар ақымақ емес. Ол кезде біз қалтасына қарамай ойымыздағы бағамен сататын болсақ, ол одноразовый бізде клиент болады. Одноразовый, кейінгі уақытта, чтобы сосын өзінің исламға саудаға қарсы емес, бірақ ол жерде де өзінің талаптары бар, үстіне қоятын пайызы бар. Аспанға ұшырып, клиенттің қалтасына қарамау дегенге тоже. Егер клиентке разы болып. Мен бір нәрсе айтып өте салайыншы. Жоқ, мен бірде өзімнің бағанағы бағалы бұйымдармен айналыстым дедім ғой. Сондықтан мен негізі жаман сатушымын демеймін, арзан емес, сапалы дүниені өте қымбат сата білемін. Сондықтан менде бір андай угроза совести деген болды ғой. Сонымен мен Астанаға мешітке барғанда бас имамға өзім жолығуды шештім. Сөйтіп бас имамға барып айттым. Мен осындай бағалы затты дедім. Арзан бағаны үстіне 2 есе қосып сатып жіберем, сосын мен өте бір жаман күйде болам дедім. Соның дұрыс еместігін айтып жіберіңізші дегенде ол былай айтты: сенің өзіңнің еңбегің бар деді, алып келесің, уақытыңды құртасың, сен бағаны қанша қойсаң да сен өзің білесің деді. Бірақ деді, сен өте ойда жоқ бағаны қойып, ана адамның деді, мүлде тығырыққа тығатындай бағаға сатуға ол халал емес деді. Соны сен ажырата білуің керек деді. Бірақ сен сатқан кезде кешіріңіз, бөлем. Бір товарыңыз бар, 20 000 теңге тұрады, бірақ сіздің желанияңыз дейді, сіздің аппетитіңіз, оның үстіне 3 есе қойып сату. Жоқ, 3 есе, ол айтты ғой, сіз сатсаңыз деді, ол күнә емес деді, ол себебі оны алып атқан адамның өзінің еркі деді. Сен оны қолына кісен салып сатқан жоқсың, мәжбүрлеген жоқсың, сен өзің позицияңды ұсындың, ол қабылдады. Бірақ деді, бірақ деді, любой нәрсенің өзінің несін білу керек, шегін білу керек деді. Вот содан кейін мен уже не қылдым. Мысалға бір кәсіпкерді ақша мотивация береді оған. Бір кәсіпкерге жаңағындай бір адамдарға өзінің бір істеп жүрген кәсіп арқылы бір сыйлай білсе, содан ләззат алады да ол адам. Оған мотивация да ол. Ол ондай адамдарда адалдық басында болады. Айтып жатсыңдар ғой, қалтасына қарама, несіне қарама деп. Ол бәрібір ол адамның жаратылысына, психотроптық несіне байланысты да деп ойлаймын да. Барлығында ең соңында барлығына результат керек қой. Дұрыс па? Бұл жердегі барлық соңы әкеп не істейтін ол результатта. Саттың ба, не саттың? Әр адамға да, мысалы, қалтасына мен де ойлаймын, мысалы, қарамау керек деп ойлаймын да, бұлай келгенде. Сен істеп жатсың, ол сенің кәсібің, сенің істеп жатқан. Жоқ, сеніп жатқан, мысалы, менің неме істеп жатқанымда. Жоқ, солай деп ойлаймын да, ол главный ең бастысы результаты. Барлықтарыңызға қарсы отқан ең сонда дананы ойын есеміз. Менің ойымша сол ең важный нәрсе, ол результат қалай саттың, қалай не істедің, оның қалтасына қалай ауыр тиді ол. Не важно, ол сондай келді ма сен, оның потребностьін бердің ба? Сен бердің, сен өзіңнің қызметіңді дұрыс атқардың да, должен. Ал егер сен адамның несін андай екен, ол келеді да, мен де айта салуым мүмкін, 5 000 сен өзің қиналып кетесің ғой. Оған қандай тауар ұсатып білмеймін. Сен оған да дұрыс нәрсе бере алмайсың. Ал сен мысалы менде болады да, мысалы кейде болады, қонақтар келеді, жаңағыда нормально басында жақсы, басындағы да, басында не істеген кезде айтасың ғой. Мен солай үйреткен да, өзімнің сферамда. Айтады, қарайсың примерно адамға. Не керек екенін біліп алам да, не керек екенін біліп аласың. Сосын соған байланысты уже подход жасайсың.
ол кезде мысалы ол ойлап келеді, мысалы 100 мың теңгем бар деп. Ол жерде 180 мың теңге, 200 мың теңге болып кетуі мүмкін да. Бірақ ол должен нәрсені алды да, өзіне керек нәрсені алды. Результат менде доволен, ол кішкене қиналды, бірақ ол риза да өзінің алған нәрсесіне. Сіз сатушы ретінде сіз экспертсіз ғой, білесіз ғой, да, мысалы адамдар ойлауы мүмкін, мысалы кім құсап да, Жазира құсап, ол велосипед алды, желаниясы бар, көктем келді, қыдыру керек велосипедін, бірақ 50 мыңға алуға бола ма, ол кісі әлі білмейді. Қандай 50 мыңға қанша қалта велосипед кететін деген сияқты. 100 мың теңгеге осындай ғана кішкене ғана место бар. Ол сатушы да жаңа дұрыс айтты, ол ана тек қана несін ғана айтқан жоқ, қазір алып тұрған қазіргі неміз амортизацияны да ескертті ол жерде. Қанша уақытқа жарамды, біз көп адам сатып алған кезде соны ескере бермейміз, амортизацияны. Ол қанша уақытқа жарамды сол жағын. Соны түсіндіру должен неде түсіндіріп беру керек та, сол кезде результат болады, мықты результат. Дана, сөйлеңізші. Даняны тыңдайықшы, мұқият. Жұмаққа билет алып алайық па екеумізге? Не ғой, менің айтпағым жаңа кім Нұрсұлтан мырза айтып жатыр ғой, қалтасына қарамау керек деп. Қалтасында сен шатағың болмау керек деп жатады да. Бірақ қалтасына қарау керек адамдар бар, қарамау керек адамдар бар. Сен ол адамды мысалы 5000 теңге затын алуға келіп тұрған адамға мысалы сен түсіндір. Бар 15 мыңның заттары, бар 500 мыңның заттары, бар 2 миллионның заттары. Оның мынадай қасиеттері бар. Бірақ ол адам мысалы бар болғаны бір 10 мыңға дейін ғана қалтасын қолын сермеп алатындай жағдайы бар. Бірақ сен оған барып 2 миллион 50 мың теңгенің затын пихать етуге болмайды да. Мен ол сөзге жыным келеді да, сөздің шыны керек. Онда сен жағдай жаса ол адам. Мысалы менің ашып жатқан бизнесім, например, ЛП, да, лечебное питание. Адамдардың ағзасына, правильно емес, лечебное питание. Адамдардың ағзасына байланысты. Мысалы, қанды көтеретін қызыл балық бар, қанды көтеретін мейіз бар. Мен мысалы люкс, мысалы қалтасы қалың адамдар келіп тұрса, мен оған менюда қызыл балығы бар менюді берем. Солай. Ал қарапайым, бірақ ауру адам, клиент маған келіп тұрса, онда мен оған мейіз бар менюді предлагать етем. Солай адал жұмыс жасау керек та. Ол адамға мүйіз ұнамаса, басқасы бар, орех бар. Видите, да, бұл жерде, мына жерде спорный вопрос бар. Дана, мен сіздермен барлық айтатқандарыңыз дұрыс. Барлық айтатқан дұрыс, кез келген нәрсе дұрыс. Қалтасына қарамау керек дейсіз. Ең негізгісі қажетін анықтап и честно сату керек. Честно сату керек, да, просто честность, да. Ал тілімен жағына сүйеніп, анан аст үстіне түсіп, майлап жіберіп. Дана, қараңызшы, сіз, мынау пихать етумен и предлагать етуді кішкене шатастырып тұрған сияқты. Онда бір нәрсені, бір таяқтың ет жағын айтып тұрған шығармыз онда. Предлагать етем деді, сол айттыңыз ғой. Енді болды, енді пихать етпейміз, барлығымыз, тек қана предлагать етеміз. Енді келесі қадамға келетін болсақ, бізде 3D картинада мен өзім жазам и презентация деп негізі сіздер көрген шығарсыздар, негізі ең соңғы қадам товар таныстыру, товарды ұсыну. Енді бұл жерде біз 3D картинада не үшін мен айттым. Өнімін таныстыру, клиентті іс-қимылға шақыру. Негізі, қараңыздар, кез келген адам, сіз характеристикасын білесіз товардың, ол қандай қай жеріңе емдейтін, ол киім қай жерге қалай тұратын, қандай матам жасалған. Жалпы, товарыңыз қандай характеристикасын білесіз. Ал енді сіздер нені ұсынған кезде презентация кезінде характеристикасын қосыңыздар. Ол өте жақсы, бірақ сіздер қосып тұрып артықшылықтарын айтатын болсаңыздар, яғни ол адам ол киімді сатып алғаннан кейін қандай жағдайда болады. Ол холодильник адамды сатып алғаннан кейін ол не ұтады, жалпы қандай ценность ұтады. Соны қарапайым тілмен әр адам, ол түріне қарап болсын, былай болсын, сіздер байқап, мысалы адамдар типтер болады ғой, соған бара байқап, и соған қажеттілігін картина ретінде салып берсеңіздер, яғни оны елестетпесеңіздер. Ойлап көріңізші, да, сіз мысалы өзіңіз айтсаңыз болады, да, Майра? Ойлап көріңіз, сіз мысалы дешевый бір нені алып алыңыз, да, мысалы нені, путевканы, не дейтін мысалы основном сіздер. Алып алыңыздар да, и ол сіздің айтқанда дискомфортно болуы мүмкін. Яғни сіз оны елестетіп жатырсыз, сіз барып алыңыз, қарап көрдіңіз, сол уже ана бір неде отельде жатырсыз, ол жерде сіз мүмкін остановка ұнамауы мүмкін, осындай мебельдер дешевый болуы мүмкін деген сияқты. Яғни сіздер характеристиканың бәрін білеміз, сіздер оны елестете алсаңыздар клиенттерге. 3D картина салуымыз деген негізі сол. Яғни vision дейді ол ағылшынша сөз, бірақ ол елестете алу керек. Сіздің товарыңыз адам уже сатып алды, немесе бір услуганы сатып алды. Сатып алғаннан кейін ол бірдеңені қолданып жатқаннан кейін бір результат болады ғой. Соны сіздер адамдарға елестете алсаңыздар. Содан кейін болатын жақсы эмоцияны олардың тіліп керек. Содан кейін сондай эмоцияны түсу керек.
Бізде мынандай клиенттер болады, бағанағы ютубтан көріп алып, вау, күшті екен, осы отельге мен барамын, мен жеріңізші деп. Біз оларға бағанағы картинканы көрсетіп шығамыз, потому что біз специально оқуға барамыз, жүздеген отельдерді аралаймыз, мысалы, олардың сервистарына үшін қарап шығамыз. Сол кезде 5 звездалы отельдің қасында 4 звездалы отель қайда сервис жағынан да, барлық жағынан да күшті болып тұрады. Плюс еще горкалармен болады, мысалы, соларды ұсынамыз. Ол бағанағыдай ютубтан көріп келгендерді, соларды бағана сіз айтқанша картинкалы жүйеде оларға түсіндіре білеміз. Ол сіздің негізде кәсібіңізде өте керемет не алады да. Ал мысалы басқа ол путевка емес, басқа бір товар кезінде. Мен айта салайыншы, тағы бір сұрағым. Менде мысалы бағалы бұйымдардан бір клиент болды, 2 товардың қайсысын аларын білмей тұрды да, мысалы. Сол кезде мен тоже былай айттым, сіз мына затты алсаңыз бір-ақ рет киесіз, а мына затты алсаңыз сіз күнделікті киесіз. Және бұл затты алсаңыз сіз күміс ешқашанда не қылмайды ғой, мысалы алтын күмістер қараймайды. Оны жақсылап тазалап, оны сіз өзіңіздің жақын адамдарыңызға айтады ғой, подарить етіп, сыйлауға, наследство ретінде қалдырады ғой негізі көбінесе күміс. Солай да істесеңіз болады деп, оған белгілі бір картинканы бергенде уже адам өзінің талғамын жасай алады. Қайсысы алам, қайсысы маған керек емес. Және бұл түс сіздің қай көйлегіңізге келеді? Мысалы қызыл түспен сіз 2 көйлекпен ғана кисеңіз, бежевый түсті, барлық ақ түсті, мысалы, барлық киіммен кие аласыз деген сияқты картинка береміз. Керемет. Мен өзім қосып келейін да, қараңыздар. Мен өзім осыған дейін жаңа жылға таман ноутбук. Естіп жатыр ма? Бағана мен осылай болып тұрмын ба, әлде қалай? Осылай бола берсін, пока кім ярасты келгенше. Естіп тұр ғой. Ноутбук сатып алу керек болды маған. Ноутбугым істен шықты, бұзылып қалды кәдімгідей жаңа жылға таман. И мен бардым да бір бутикке неге кірмен? Технодом болсын, Алсер болсын, екі-үшеуіне кіріп шықтым. И кірген кезде маған сатушы шығады да, и просто ол айтқанда, осындай ноутбук, Lenovo, Алсер, HP, осындай бағада салыстырып кетеді да, и все. 2-3 рет магазинге бардым да мен алған жоқпын. Бірақ на самом деле маған жұмысымның бір 80% ноутбукпен болғандықтан маған срочно сатып алу керек болды. Соңына дейін созып жүрдім. Ең соңғы маған ұнағаны, осындай керемет маған картина салып берген бір Сергей деген орыс бала маған ұсынды. Әне соның бәрін қажеттің бәрін анықтап болған кейін, ол маған керемет картина салып берді. Асхат, сен оны қайда алып жатсың? Не үшін алып жатсың? Егер сен оны офисқа алатын болсаң, сен жалпы оны күнде таскать ететін болсаң, саған наверняка жіңішкесін, жеңген алған дұрыс қой. Ол маған көрсетті да, как бы, оны сен сатып алғаннан кейін не ұтатыныңды. Сен уже қолмен ұстап жүрге ол ыңғайлы. Одан кейін ол айтты маған, сен обычно ноутпен қанша уақыт жұмыс істейсің? Мен айттым, 9-да келем, сағат 6-ға дейін как минимум отырам. Обедте шығып кеткенмін. Онда сізге денсаулығыңыз өте маңызды шығар. Сізде мына ноутбуктың экраны яркостьтің өзінің как бы жарыққа байланысты регулировка жасап отырады функциясы бар. Ол сізге маңызды ма? Сіз денсаулығыңызды қаншалықты маңызды сізге, дұрыс ойлайсыз ба? Кәдімгідей ойланып қалсың. Керемет сұрақ. Ана жігіттің сатушылардың несі сату өнеріне мен ырза болдым. Ол кізден 257 мыңға мен қарамай ноутбукты ала салдым. Бүкіл қосымша сатпаған жоқ, бірақ чисто ноутбук алып кеттім. Өзім бірақ 200 мысалы да, қосымшасы мен өзім айтқанда именно ноутбук үшін бардым. Жоқ, сумка бәрі бар ма менде? Просто офистің жанында тұрған не? Торговый центрге кірдім да, барып ноутбук ала салдым. Өте срочно болды. Мен просто айтайын дегенім, ол кісі мен ноутбук сатып алғаннан кейін қолдану процесін маған дұрыстап түсіндіріп берді. Сен немен обычно қандай приложениемен жұмыс істейсің? Мысалы, мен айтам, Excel, Google, CRM система бар, отдел продаж қолданады, бұл өте объемный программа. Ол үшін менің памятім осы, мен память жағында көп білмеймін да. Мысалы, объемный программа болғандықтан ол зависать етпеу керек. Мынаны тоқтатып қояды. Зависать етпеу керек та. Соны мен айттым, сізге мысалы қандай программа жұмыс істеген екен, осыны айтып берген екен, маған ұсынды. Осындай памяти бар, осындай миы бар, осындай деген екен, маған түсіндіріп берді процестің барлығын. Сіздерге айтайын дегенім, кез келген продукты характеристикасын айтып болғаннан кейін ол адам не ұтады. Қолданған жатқан кезде қандай эмоциялар процестер болды, соны қосатын болсаңыздар, продажаларыңыз өсетін болады, тек қана өсетін болады.
біз ол айтамыз ғой, әшейін бірдеңе сатып жатырмыз, иә, маңызды емес. Адамдарға характеристика айтып болсақ, преимущество примерно салыстырып беретін болсақ, ол сразу сатып алады деген ойдамыз. Оның барлығы дұрыс, бірақ осындай техниканы қолданатын болсаңыздар, сіздерде артатын болады. Яғни біздер қазақтар үшін қатты бір актерға беріліп, қатты жасап кеткен жасанды болып тұрады ғой, көбісі байқап тұрмыз. Ондай емес, бірақ шынымен оның эмоциясына сіздер кішкене влиять ете алсаңыздар, жақсы сөздермен, бағанағы сіздің товарыңыздың несі преимуществосы арқылы бар ғой, әрбір товарыңыздың өзінің преимуществолары бар. Соны сіздер зерттеп алып, көріп алып, соны адамдардың ең соңында презентация кезінде қолданатын болсаңыздар, осы құралда сіздерге керемет септігін тигізеді. Оның барлығы, айтқанда, керемет сатушылар осының методтарын бәрін қолданып жүр. Ары қарап сатып алуға көмектесу. Бұл өте маңызды қадамдардың бірі. Адамдар көбінесе айтып отырсыздар да, кейбіреулер біліп келеді, не сатып алатын. Өзі изначально біліп келеді. Достар арқылы естіді, кейбіреулер білмей келеді. Оның бәрін анықтап болғаннан кейін, енді сіздерге мықты условия жасасаңыздар. Кейбір адамдар бар, мен товарым күшті, жақсы былай біледі, оның предлагативтің бәрін біледі, бірақ и сразу скидканы предлагативтің адамдар бар. Сразу скидканы предлагативсіздер, ол адам сатушы ойлайды, мен оны ұстап қалам деп. Бүгін скидка бар, мен оны ұстап қалам деп ойлайды. Негізі 80% скидканы сразу айтсаңыздар, клиент сомнение ұстайды. Сомнение ұстайды, мынау что-то өтпей тұрған товар ма, маған что-то сіздің айтып отқаныңыздай пихать етіп жүрейін деп жатқан ма деген сияқты айтады да. Ал оны сіздер грамотно адамдарға жеткізе білсеңіздер, сатып алып көмектесу. Кейбір адамдар болады, мен Асхат керемет сенің товарың ұнады, в принципе мен уже сатып алуға дайынмын, бірақ бір ғана кедергі, менде мүмкін ақша жетпей тұр. Сөйтіп айтады. Егер сіз, о, жақсы сенде ақша жетпей тұрса, қанша бар деп сұрау, кейбіреулер сөйтіп сұрайды. Онда давай скидка жасап берейін деп сөйтіп айтады. Негізі былай айтатын болсаңыздар, жақсы ақшаңыз ұнаса, бәрі товар ұнаса, енді ақшаңыз жетпей тұрса, өкінішке орай мен бұл жерде жай ғана сатушымын, өзіңіз сөйтіп айтсаңыздар да болады. Мен жай ғана сатушымын, өйткені сіз айтқанда бұл өте маңызды нәрсе екенін есептеп көрейін, и жақсы всегда өтетіні, мен давайте басшылықпен ақылдасып көрейін. Өйткені мен өз хозяин емеспін. Егер де қараңыз да, Майра, егер де мен осы ол да бар, оны да қолдануға бар. Және мен тағы айтайын дегенім, яғни сіз жай ғана сатушы ретінде өзіңіз жай ғана таныстыратын болсаңыз, ол маңызды да сіз скидканы через адам басқа бір третий лицо арқылы оны сұрап бересіз. Яғни бұның нақты именно возражениясы ақшасы жетпей тұрғанын анықтайсыз. Қараңыз Нұрсұлтан, мен сізге қазір түсініп тұрмын, бәрі керемет, сізге көмектесім келіп тұр, бірақ өкінішке орай мен жай ғана менеджермін. Егер де мен сізге қазір басшылықпен барып ақылдасып, сізге бір қазір таңда мықты қолжетімді жағдай условия жасап берсем, сіз алуға дайынсыз ба? Иә дейсіз, мысалы, дайын болсаңыз. Сол кезде айтқаннан кейін, давайте одан кейін барып басшылықпен ақылдасып, бірдеңе жасап келесіз, есептеп көресіз, одан кейін барып айтасыз. Сол кезде клиент кішкене сізді серьезно қабылдайды. Ал скидка просто бересіз саңыз, өзім есептеп берем десем, ол сізге айту мүмкін, да? Өзің қолыңда тұр ғой деген сияқты. Ол да бар. Өзің қолыңда тұр ғой, жасап бере салшы деген сияқты бар. Ал басшылықпен ақылдасам, оның өзінің құны бар деп серьезно істейтін болсаңыздар, ол кішкене ойланады. Одан кейін подтверждение аласыз. Мен қазір басшылықпен ақылдасайын деп тұрмын. Мен қазір ақылдасып болған кейін сізге керемет условия жасап бергендіктен кейін сіз мені ұятта қалдырмайсыз ғой. Ол уже серьезно, уже сіз уже нақты причинасын анықтайсыз. Егер шынымен онда былай айтқанда қашып жатса, ол истинный возражение ол емес, уже басқасын іздейсіз. Сізде бұл жерде айтқанда возражение нақты екенін неге круг алып аласыз да, и чисто сол возражениемен жұмыс істеп жатсыз. Я деп келісіп жатса, ол уже клиент дайын сатып алуға. Барасыз да, баспен сөйлесіп келесіз, есептеп келесіз да, айтасыз. Мен сізге осыны условия жасап бере аламын. Өстіп ұсынсаңыз. Менде де бір случай болды. Үнемі өзім сондай басшымын деп айтпаймын. Себебі басшымын деп айтсам, қолыңда тұр ғой, давай скидку деп айта береді мысалы. Сондықтан мен айтам, бұл жерде мен екінші адаммын, сондықтан да басшылықтан сұрайын деп, бана сіздің айтқаныңызға қосылам, шынымен де дұрыс. Қосыласыз. Иә. Сіз тағы Жоқ, мен бұл жерде ол адамның қасында өзімнің күшік екенімді көрсеткім келеді да. Сондықтан мен қолымда ешнәрсе жоқ, мен бастық арқылы шешем деген. Сол кезде мен оның арқасында ценаны не потеряю. Мысалы мен кейде бір кішкене тәсіл қолданамын да. Мысалы мен өзімнің бутигім болса да, менде мысалы 6 адам болса, айтамын да, мен командам деймін да.
мысалы анадарға сөйлесемін да, мына деваға бере аламыз ба, мынау болмайды ғой, біз зиян шегіп қаламыз ба деген сияқты. Ана жігіттер айтады, сөйлесіп жүремін да, ой болмайды ол, ана жақтар бізге қымбат келген, бұл кесе алмаймыз дейді да. Сосын анау айтады, келмейді екен дейді да. Бір кішкентай сон тәсіл. Бәріміз командамен кейге сұрап жүремін. Бір уровеньдағы адамдарсыздар. Бәріміз айтамын, мені ешкім қажайын демей, әйтпесе ана кісінің айтқан дұрыс. Скидка берсеңіз өзіңіздің қолыңызда тұр ғой, сіздер көп пайда қосады, ананы айта береді да. Иногда өте төмен скидканы өзінің себестоимостынан төмен скидканы сұрайды да. Вот сондай кезде өте қажет та осы. Нереально скидка сұрайтындар болады, ақшасы толып тұрса да сондай адамдар бар мысалы. Ашығын айта салыңыз негізінде. Ашығын айта салыңыз. Мен егесімін. Осылай, мен егер де үстінен пайда көрмесем деген сияқты. Нұрсұлтан, мен келіспеймін сенімен, потому что сатудың өзі өнер. Сен ол жерде ашығын айтсаң, сен онда не үшін отырсың ол жерде? Бүкіл бәріне ашығын айтып от. Жоқ, честностьтың да өзінің пределі болады негізі. Өзіңіздің бұл дұрыс да, әркез просто өзің брендіңді керемет көп не алайын деп жатсаң, сен пока сол сомнениясы керемет брендіңді сен неге сатушы қоймадың? Сен даже қателессең де, ол жерде қателессең де сен сатушы болып қателесесің. Бастық болып қателеспейсің, иә. Сатушыдан алған ұнай ма, сізге хозяиннан алған ұнай ма? Айтыңызшы. Маған сатушыдан алған ұнайды. Жоқ, хозяин да маман, сатушы да маман, екеуі де мықты сататын адамдар. Бірақ сізге, мысалға, кірдіңіз бутикке да, сіз тікелей сатушымен сөйлескен сізге ыңғайлы ма, или хозяинмен сөйлескен ба? Негізі ол қажеттілікке байланысты болды, без разницы ол товар. Без разницы нәрсе ол негізі. Бірақ просто бұл сіздерге түсіндіріп тұрған нәрсе, бұл мынандай сатып алуға көмектесу, сіз клиенттермен дос болып жатсыз бұл жерде. Сіз айтып тұрсыз да, мынандай болды, балаларыңыз сіздер не аласыз ғой? Айтқанда алдайсыздар ғой, кішігірім айтасыздар. Папаң осыны бірдеңе бүлдіріп қойса деп айтып, екі балаңыз бар, бір балаңыз бір-бірін бұзықтап қойды, бір-бірін ренжітіп қойды да, сіз айтасыз, ананың қасында сіз кішкене мен сіздің дұрыс сенімен келіссем, ол кішкене солай болды деп, әне дос болып жатырсыз да, екі балаңызды принципе жақсы көресіз, ешқайсысы айып еткіңіз келмейді. Мен сізге түсіндіріп тұрғаным, сіз сатушыға осындай қарым-қатынас жасайтын болсаңыздар, сіз сатушының қасына жақындадыңыздар да. Мысалы, бастық ол үлкен бастық болуы мүмкін, кейбіреулер ол бастық деп ол не алмай қойған. Сіз сатушысыз, қарапайым адамсыз, бір-бірлеріңізбен не аласыз, қасына келесіздер да, онымен давай мен саған көмектесіп келіп шынымен. Давай, бірақ мен өзім оны шеше алмаймын. Уже бір серьезно бар, одан кейін барып ақылдасам дегенге. Ендігіде мен сізге көмектестім ғой. Көмектескеннен кейін сіздер мысалы бар условия жасап бердім, ол разы болып алып кетті. Ендігіде сіздер уже өзіңізді ұсына аласыздар да, рекомендация жасайсыздар. Давай, менен товар алдың ғой, сен достарыңа да сен арқылы товар келсе, немесе сенің туысқаның келсе болсын, басқа да осы товардың ұқсасын алатын болса, мен саған жас скидка алып жасап берем деген сияқты ең соңында алып болғаннан кейін сөйтіп те достық қарым-қатынасыңызды ұлғайтсаңыздар болады. Яғни ол қайталмалы уже сатылымға әкеліп беріп көмектеседі сіздерге. Директормен сөйлесіп келем дегенше, ол клиентке бір срочно звондап шақырып алатын кездер болады. Немесе ол басқа бір оймен басқа жаққа кетіп қалады. Сол үшін сатушы өзіне берілген мүмкіндікті барынша моментально жасаған жақсы. Ол 7% бар екенін білет, и ол соны шешімді егер де өзі сол жерде қабылдап шешіп қорықпаса директорден, яғни директормен қарым-қатынасы оның жақсы болу керек та. Мысалы, мен де технодомда істеп жүрген кезде мен сондай жағдайға тақалған кезде өзім шешетінмін, өзіме алатынмын жауапкершілікті. Мен сізге 7% жасап бере аламын директордың атынан. Мен барып рұқсат сұрап келем дегенше жоғалтып алудан қорқатынмын да, өйткені. Ол уже сондай нәрселерді тоже мән беру керек. Сосын жаңағындай сататын кезде, мебель сатып жүрген кезде, соңғы кезде барам, басында сіздер сақта, мен хозяин емес, мен просто жай дизайнермін, анау-мынау деген кезде мен көп клиенттерімді жоғалттым. Олар онда ойланайын, неге десеңіз, білмеймін, сатушы ретінде вообще сіз сонда сіз емес па деген сияқты бір сондай нақты алатын адам ол алады негізі. Жоқ, нақты алатын адам алады, дұрыс айтасыз, жоғалтамын да, одан кейін мен былай жасайтын болдым. Сразу, мен сізге скидка жасау керек па, жасау керек емес па, менде мынандай мүмкіндік бар, мен директормен қарым-қатынасым өте тығыз, яғни ол маған белгілі бір пайызда жасауға мүмкіндік берген, мен қазір есептеп көрейін, егер де ондай мүмкіндік туса, мен сізге жасап берем. Яғни мен директордың жасай алатын скидкасын мен де жасай аламын, өзімде бір важность оған берем. Сол кезде ол мен тілім қарым-қатынасы одан сайын жақсарады. Яғни бұл адам бір нәрсені шеше алады. Бұл адам сондай пайыз в основном жақсы болады. Ол да қолдансаңыздар болады. Калькулятормен сол жерде есептеймін да, есептегенде, яғни мен білем негізі, жасау керек, жасау керек емес деген калькулятормен өтіріктен былай қарап тұрам да, так, жоқ шынымен, ол адам көрмейді ғой мен не істеп жатқанымды ше. Жасау керек болса, жасаймын,
5000 теңге, 1000 теңге, 10.000 теңге, смотря не сатып жатсыз, соған байланысты. Негізі хозяин болсаңыз, лучше, мысалы сіз $1000 ма, сіздікі, сіз оған бір ашейін, жарайды, мен хозяинмын, скидка жасауға менде мүмкіндік бар деп элементарный бір 10 теңгенің өзі адамға рахат береді. Оған алады, ол железно алады. Просто мынандай ол дұрыс. Кешіресіз қосып жіберейін менде. Міне мысалға әр адамның ойы әртүрлі да. Маған мысалға мен мебель алуға бардым, мысалы стол алуға бардым дейші. Маған без разницы, мен сұраймын, қанша тұрады, қанша скидка, болды. Сен хозяинсың ба, сен продавецсің ба, маған бәрібір. Маған алам. Өзіме керек ба, конкретно керек ба, алам. Болды. Скидкасын сұраймын менше. Мен айтам, конкретно қанша тұрады, қанша скидка бар ма, оны алсам қанша скидка бересің? Бар дейді, жоқ дейді, жарайды, болды. Маған қызық емес, сен кімсің? Значит, өзің сондай адамсың, үстіне қосатын адамсың. Мен қосып кетейін де қараңыздар да, сіздер айтып отырсыздар. Ұрыспаңдар. Жігіттер, давайте сабақта отырмыз, өйтіп эмоциямыз бақылайық, сатушымыз барымыз. Мынандай да, қараңыздар, айтып отырсыздар, мен сатушы болғаным дұрыс, мен жоқ, мен продавец боламын десе, бұл фишка да, бұл құрал, бұл инструмент. Мысалы да, сіздер мысалы бір машинаның бір жерге бару үшін пойызмен де барасыздар, немен барасыздар деген сияқты ғой. Бұл жерде түсінейін деп тұрғаным, сіздер клиентпен максимально байланыңыз, и сіздерге основном 80% сатушы сатады любой жерде. Владелец сатпайды оны товарды. 80%. Мысалы мен керемет ресторанға барсам, маған бір өзінің шеф-повар керемет бір обслуживать еткен, или өзінің хозяйны келіп жүрген жүрмейді ол. Сен қашан келесің, қашан барасың, керемет мықты мебель жасайтын болса ол, әркімнің үйіне барып, ойбай мен өзім жасап беремін сен. Сен керемет болсаң, сен менеджерларың қайда? Мен сомнение ұстап қалғанына бар. Көрдіңіздер ма? Екі жақта да мысалы ол не? Дұрыс айтасыз, иә. Дұрыс, соны жеткізгім келген ғой мен. Бұл жерде бұл фишка қолданып тұрғаныңыз, ол жағдайға байланысты болады көбінесе. И көбінесе жұмыс істейтіні сіздер өзіңізді кішкене кішірейтетін болсаңыздар, и бұл серьезно скидка сұрап беру ол оңай нәрсе болмау керек. Оңай нәрсе қол жетімді болмау керек, серьезно болмау керек. Өйткені, мысалы, үйіне барсаңыздар ол қашып кетпейді. Мысалы, сіз оған дейінгі бір эмоция жақсылап тұрып қажетін анықтасаңыздар, сіз мысалы басшылықпен сұрастырып келгенге дейін ол кетіп қалады деп тұрсыз. Шынымен керек болса ол кетпейді, күте тұрады. Иә. Мысалы да? Енді Нұрсұлтан бұл жерде өмір болғаннан кейін бәрі болады ғой. Енді азы да көбі де болады, сондықтан да иә. Иә, мына жерде қалаулым қылмайықшы ағайындар. Иә, бәрінің мінезі бар, бәрінде де ойы бар. Иә. Керемет. Сіздерге қарап, шын айтам бар ғой, сіздерге қарап мен қуанып отырмын. Өйткені сіздер уже заинтересован адамсыздар да, өздеріңіз пікіріңіз айтып отырсыздар. Бұл жерде келіспеймін деп жатқан жоқпын, дискуссия қызық болсын деп жатыр. Вот дискуссияның арқасында біз дамимыз. Қажаламыз. Біз білеміз, сіз асығып отқаныңызды, обедтен кейін сида қашып кетесіз ғой. 1:30-да шығамыз обедтен. Мен мысалы, мен осы дискуссия арқылы Нұрсұлтан мырзаның өте көп опыт алып отырмын да. Мысалы, мен ол Жазирадан да көп опыт алып отырмын да. Мысалға, мен спорласып отқан жоқ, мен дискуссия арқылы өзіме пайдалы инсайт алып отырмын бұл жерде. Бұл жерде мен осыны жеткізгім келіп отыр да. Мен яғни өзімнің тек қана сату, продажадағы фишкаларымды бөлісіп жатырмын. Мен сіздердікі дұрыс емес, менікі ғана дұрыс деген понятие беріп жатқан жоқпын. Оны қабылдап жатқан солай сіздер да, қарсы шығып кетіп жатсыздар. Олай емес, былайдан. Мен сіздердікінде ұнатамын. Мен ол нәрсені пайдаландым, яғни. Пайдаланамын ол нәрсені. Нұрсұлтан, кешіріңіздер сөздеріңізді бөлгеніме. Бұл жерде айта кетейін дегенім, барлықтарыңызды дұрыс түсіндіруге шақырамын. Өйткені әркім әр салада әркімнің өзінің опыты бар. Әркімнің өзінің тәжірибесі бар, әркімнің өзінің жеңісі бар. Сол жеңістермен әркім өзінің жеңісін бөлісіп жатыр, әркім өзінің опытымен, өзінің қалай жетті, қандай тәсілмен жетті. Сол тәсілдермен қарсы келмей, барлығымыз сол әркімнің өзінің опытын өзімізге тек пайдалансын, өздеріңізге ала білулеріңізді шақырамын. Барлықтарыңыз сабаққа кірісіп, өздеріңіздің пікірлеріңізді айтып, мен осындай тәжірибе болған, осыны қолданып көр деп бөлісіп жатсыздар. Ол керемет нәрсе негізі. Ол ұрысып емес, бәрі нормальмен болған нәрсе. Өйткені өте кейбір аудиториялар болады да,
деп тыңдап отырады да, бірақ өзінікін істеп кететін адамдар бар да. Без разницы да, сіздер бұны курсқа қатысып жатқаннан кейін, сіздер осында бірдеңе алу келген кейін, біздің міндетіміз сіздерге оны біздің тәжірибемізбен бөлісіп беру. Ал да, мысалы, ары қарап сіздер қандай құралдарды қолданасыздар, өздеріңіз білесіздер. Последствиесінде өздеріңіз жауап бересіздер. Болады несізде. Біз сіздермен тәжірибемен бөлісіп жатырмыз. Осындай нәрсені біздер қолданып жатырмыз деп. Нұрсұлтан да, Майра ханым да барлығын өздері айтып жатыр. Сондықтан бір-бірімізді тыңдап, уважать етіп, сабақтан алыстап кетпейік, шынымен қауым болып кетеді, басқа болып кетеді. Уақыт шектеулі. Уақыт шектеулі, сіздерге ырзамын. Шынымен кірісіп, бір-біріңізге көмектесуге дайын отырсыздар. Ең соңғы қадам ол бізде қоштасу. Өте қысқа айтқанда қатты не емес, бағанада не болмайды. Қоштасуға да өзіміз келісемін деген ойдамын. Яғни клиенттерге қанша ақша берсе, сонша пайыз төлейін деп тұрса, сонша пайыз ол ойланады, сатып алғаннан кейін товар қаншалықты качественно болады, ертең мен не алып қалмайын ба, бір шығынға ұшырап қалмайын ба, бұзылып қалса, велосипед сатып алсам бұзылып қалса, ол маған ауыстырып береді ма, одан кейін гарантия болады ма деген сияқты бағасын алданып қалған жоқ ма деген қаншама өзінің ой пікірлері болады клиенттердің. Сол кезде сіздер дұрыс болады қоштасқан кезде. Ең фишка соңында, мысалы, Жазира, осы киім сатып алсаң, осы велосипед мен сатып алсаң, мен саған 100% гарантия беремін. Егер де осында бір көлем уақытында, егер осында бір инструкциясына байланысты дұрыс қолдансаңыздар осы товармен, осыған дейін ол товар бұзылып қалатын болса, яғни мен айтқан сапалы болмай шықса, мен сізге ауыстырып беруге дайынмын. Келіскен уақытта келіңіз, мына менің телефон нөмірім, осылай деп қоштасқандарыңыз сіздерге келесі сатылымдарды әкеліп тұрады. Өйткені кейбір сатушылар бар, тезірек алып, оны бүйтіп шығарып жібергісі келіп тұрады да, ол көрініп тұрады. Ал сіздер, ол бұртқан фишка, мысалы барлықтарымыз 90% адам бір жерден бірдеңе сатып алғаннан кейін, неважно енді қатты үлкен сума емес, бір енді орташа сума дейік, сатып алғаннан кейін ол бірдеңе бұзылып қалатын болса, көбінесе бармаймыз обратно. Бәріңізде, сынып қалды ғой, жалпы ол не деген сияқты да, мысалы. 90% кейбіреулер қорқады да, гарантияны беруге үшін, мысалы, берген кезде 100% адамдар ол гарантия уақытысына дейін ақталады деген сияқты. Сіздер барлықтарыңыз ол осындай 6 айда өзінің инструкциясына байланысты сіздер қолданатын болсаңыздар, немесе бір товар болсын, қолданатын болсаңыздар, ол осындай гарантия болады, берем. Ал болмай жатса, осыған дейін бұзылып қалып жатса, мен сіздерге оны ауыстырып беруге, бағасын жасап беруге сөйтіп максимально клиентпен қоштасаңыздар, сіздерге ол қайтып келуі, айтқанда ықтималдығы жоғары қайтып келуі. Түсініп отыр ғой, қоштасуды. Егер сөйтіп қоштатын болсаңыздар, ең соңында айтып келген жағдай, бағана сіз сатып алды, барлығы ұнады, клиентпен жақсы қарым-қатынас орнаттыңыз, осы қоштасуды айттыңыз, ең соңында мысалы қоссаңыздар болады, барлығы ұнады ғой, мен саған ұнадым ғой, менің визиткам, телефоным. Егер де сізде тағы бір товар алып келетін болсаңыз, тағы да менен бір товар іздейтін болсаңыздар, немесе бір жақын досыңыз, танысыңыз, осындай да бір товарға қызығатын сезсеңіз, маған звондасаңыз болады, немесе осы адреске жіберсеңіз болады. Мен сіздерге керемет условия жасап беруге дайынмын. Егер де бізде болады, наурыздар болып қалады, наурыз мейрамы болып қалады, басқа да болып қалады, сол кезде бір жақсы скидкалы болып қалады. Мен сол кезде сізге бір әшігін бір телеграм арқылы бір скидка жайында бір хабарлама жіберсем бола ма? Негізі WhatsApp-ыңызға. Сөйтіп айтып көрсеңіздер. Мысалы, сөйтіп жіберсеңіздер, сіз ол клиентті дальнейшем уже байланыс жасап жатсыздар да, болашаққа. 3 айдан кейін болсын, жарты жылдан кейін болсын, сіздің бағана SMS-іңізді көріп қалу мүмкін, есін түсіп қалу мүмкін, ол товар сізден не істеуге мүмкін? Алу мүмкін, келу мүмкін. Жалпы бүгін айтайын дегенім осы болған, тақырыптың барлығы сіздерге пайдалы болған сенімдемін, пайдалы болды ма? Болды. Енді біз қазір негізі үлгермей қалдық, сабақ негізі 10-да басталу керек еді, өздеріңіз 11-де бастадық. Негізі бізде практикалық часть болған. Кейін теоретический жағын өтіп, түстен кейін обед уақытысынан кейін, содан кейін кешкі 5-ке шейін біз талдау жасайтынбыз, практика жағын. Негізі мен сабақ өзім жоспарым 1 жарымға дейін деп жоспарлаған, оның ішіне практикада кірген негізі. Егер сіздер, мен просьба жасап отырмын, просьба, алып келесіздер, одан кейін негізі жарты сағат болады практикалық. Күтесіздер ма? Міне. Мен соны откровенно айтып жатырмын да, өйткені практикада примерно өздеріңіз көріп отырсыздар, тәжірибелеріңіз бар. Просто сөйлемеген адамдарды ортаға шығарып, осыған дейінгі өткен тәжірибесі бар, бүгінгі сабақтан алған білімі бар, звондап немесе бірдеңені прилагать етіп көрсе, тәжірибелер уже теория бөлек, практика бөлек. Адамдар бәріміз крутой болып ана жерде отырмыз да, түсіндіріп, бірақ оны істеген кезде өте қиын. Мен өзім қаншама тренингтерде өттім,
күшті мотивация алып шығамын да тренингтен. Клиентке звондаған кезде бәрін ұмытып қаламын да, не істеймін. Өйткені мен жазып алмайды екенмін, оны қолдануға тырыспайды екенмін. Сондықтан бір жарты сағат тез бір 2-3 адамды талқылап жіберейік мына разговор и бүгінгі сабақтарымызды аяқтайық. Сіздердің неңізбен. Қолдауларыңызбен. Давайте, кім, мысалы, мына жерде сіз шықсаңыз өтініш. Есіміз кім? Ерқанат. Сізде қандай товар? Немесе қандай ниша? Балалар жиһазы, керемет нәрсе. Сізде ше? Керемет. Примерно білесіз ғой, екен. Сіз жиһаз туралы білесіз, репетиция туралы білесіз. Егер енді ортаға шығып бір-біріңізге соны сатып көруге тырыссаңыздар, қалай болады? Қазір бір-бірлеріңіздің плюстарыңыз, минустарыңызды анықтап и разбор жасаймыз. Кішігірім. И все.